Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қазан кебаб және де Гүл ханымды бірге жасайтын боламыз. Күнделікті кешкі асқа не жасаймын деп ойланып жүрсеңіз, міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіз. Өте тойымды әрі дәмді тағамдардың бірі. Егер менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ең алдымен жылқы етін осылай бөліктерге бөліп, алдын ала дайындап алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сиыр еті немесе жылқы етін қалауларыңыз бойынша қосуға болады. Менде жылқы етін осылай барлығын ұсақтап, дайындап, турап аламын. Еттерімді турап болғаннан соң, келесі менде картоптарымды. Бізге 4-5 дана картоптарды видеода көрсетілгендей етіп, әдемі бөлектерге бөліп алдым. Бұл картоптарды осылай бөлектерге бөліп болғаннан соң, суға салып 5 минут судан алып, кептіріп, алдын ала бұл картоптарды бөлек майға қуырып алатын боламыз. Сол себепті осылай видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Етімізбен шыжғырып қуыру үшін бізге пияз қажет болады. Үлкендеу 1 дана пиязымызды майдалап турап алдым. Артынша менде 2 дана чесногымды да жақсылап майдалап бөлектерге турап алдым. Чеснокты міндетті түрде мен барлық тағамдарға қосуға тырысамын, өйткені ол өте дәмді етеді. Біз ең алдымен картоптарымызды кептіріп алғаннан соң, сұйық майымызға қуырып алатын боламыз. Майдың мөлшерін көбірек құямын. Құйып болғаннан соң, артынша картоптарымды да салып, қызартып, әп-әдемі етіп қуырып алдым. Көбінесе картоппен тағам жасайтын болсам, қазан кебаб, қуырдақ жасайтын болсам, мен міндетті түрде картоптарымды осылай жеке қуырып аламын. Өйткені тамаққа дәм береді және де картоптарымыз өте дәмді болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін, осылай міндетті түрде жасап көріңіз. Картоптарымыз өте әдемі көрінеді, қызарып, әдемі болып шығады. Қызарып дайын болған картоптарымды енді алып, майынан сырғытып, алып бөлек ыдысқа алып аламын. Бұл тағам менде 2 адамға арналған порциялы тағамым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көп мөлшерде жасасаңыздар әдемі көрінеді және де дәмді болып шығады. Аптасына мен міндетті түрде осылай 1 рет жасап тұрамын. Жолдасыма қатты ұнайды. Достар, осындай қазақ контенттегі видеолар ұнаса, лайктарыңызды басып, қолдап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Міне осылай картоптарымыз қызарып, әп-әдемі алтын түстес болып шығады. Картоптарымды пісіріп болғаннан соң, мен Гүл ханымға ары қарай дайындаймын. Гүл ханымның дайындау үшін мен алдын ала қамырымды дайындап қойдым, илеп. Сосын барып, начинкасын, салмасын дайындайтын боламын. Менде сәбіз, 1 дана пияз, ет, көк пияз, дәмдеуіштері және де укроптарымды барлығын салып, араластырып дайындап қоямын. Келесі кезекте мен етім мен пиязымды жақсылап қызарғанша қуырып аламын. Қуырып жатқанда арасында шым-шым тұзымды да қосып, бірге қуырып аламын. Етімді осылай орташа отта жаймен қуырып алатын боламын. Сонда еттерім жұп-жұмсақ, әдемі болып шығады. Етімді қуырып жатқан кезде қамырымды да жайып бастайтын боламын. Алдын ала осылай қамырларымды дайын бөлектерге бөліп, 2-ге бөліп аламын. Сосын барып, жаймендеп қамырымды жая беремін. Етіміз піскенге дейін біз қамырымызды жайып, Гүл ханымымызды дайындап қоюымыз қажет. Сол себепті қамырымызды жұқа етіп, жақсылап жайып алдым. Бұл тағам 2 адамға арналғандықтан мен аз мөлшерде жасадым. Осылай жасап, қамырымды дайындап алдым. Дайындап алғаннан соң Гүл ханымды орайтындай формаға алдын ала осылай пышақпен кесіп алдым. Кесіп алған формаларымның ішіне салмасын салып, гүл формасына етіп, әдемілеп түйіп орап шықтым. Салмасын салмай жатып, қамырымызды міндетті түрде майлап аламын. Майлап болғаннан соң ғана барып, салмасын салатын боламыз. Арасында етіміз жақсылап қуырылып болғаннан соң, кішкене су мөлшерін қосып, үстін бұқтырып, астын жай отта еттерімізді пісіріп аламын. Суын құйып болғаннан соң, бетін жауып, 5-10 минутқа қалдырып, жаймен отта қайнауы қажет. Осылай қайнап жатқан кезде мен Гүл ханымды дайындап қоямын. Бұл қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп орайтын боламыз. Гүл тәріздес етіп, осылай 2 бөлекке бөліп, сосын барып, артынша айналдырып отырамыз. Достар, егер де бұл тағам сіздерге ұнаса, астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Немесе өздеріңіз жасап жүрген рецептеріңіз болса, астына бөлісе кетіңіздер. Және де қазақ тілді контентті қолдап, лайктарыңызды аямаңыздар. Менің каналымды тіркелуді ұмытпаңыз.
Мен осылай Гүл ханымның ішіне салмасын осылай толтырып салғанды жөн көрдім. Осылай маған ұнайды. Осылай ішіне толтырып салып, және де әдемі болып шығады. Піскенде де пісіп шығады. Міне етім де дайын болды, пісуге таяу. Сосын барып, осылай суы тартылғаннан кейін барып, картоптарымды бетіне салатын боламын. Картоптарымды салып болғаннан соң, дайындап қойған Гүл ханымдарымызды да орналастырып шығамыз. Орналастырып болғаннан соң, суын үстіне аздап мөлшерде құйып шығамын. Бұл бізде енді Гүл ханымымыз әдемі болып пісуі қажет. Болмаса Гүл ханымды мантываркада бөлек пісіріп алсаңыздар да болады. Бұл тағам маған тез арада қажет болды. Сол себепті осылай табада бетін жауып бірге пісіріп алатын боламын. Табада бізде 40-45 минут осылай Гүл ханымдарымыз тұрады. Осылай өзінің буына әдемі болып піскеннен соң, осылай Гүл ханымдарымды бөлек ыдысқа алып алдым. Алып алғаннан соң тағамымызды ұсынатын боламыз. Тағамдарымызды салмас бұрын жақсылап араластырып алып, сосын барып саламын. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Дайын болғаннан соң осылай бетін әрлейтін боламыз. Гүл ханымдарымызды қойып, дастарханымызға ұсынамыз. Менде өте әдемі және де дәмі деген керемет болып шықты. Сіздерге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйлеріңізде отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Аптасына осылай бір рет жолдасыма дайындап беремін. Және де отбасымызбен сүйіп жейтін тағамдарымыздың бірі. Достар, егер де сіздерге рецепт ұнаса және де пайдалы болса, лайк басып пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын!